Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезов Абай жолы қайтқанда тарауынан үзінді. Екінші сабақ. Сабақтың мақсаты ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау. Сабақтың басында мынадай сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Бірінші сұрақ. Мұхтар Әуезов отбасындағы қандай тәрбие оның жазушы болуына әсер етті? Екінші сұрақ. Ұлы жазушының өміріне қарап, отбасынан басталады деген сөздің шындығын қалай дәлелдер едің? Жарайсыңдар оқушылар, жауаптарыңызға рахмет. Келесі тапсырманы орындау үшін алдымен мінездеме не екенін анықтамасымен танысайық. Мінездемеде не жазылады екені? Мінездеме адамның жеке басының мінезін, білімін, шеберлігін, икемділігін және тағы басқа қасиеттерін сипаттай отырып жазылады. Ендеше, құрметті оқушылар, сіздерге мынадай тапсырма орындауларыңызды сұраймын. Абайдың ата-анасы қандай? Тақырыбында мәтін құрап жазыңдар. Оның ішінде Абайдың әкесі мен анасына мінездеме беру керек. Қажетті сөздер: отбасы, тәрбие, қатал, мейірімді, ел басқарған, ақылды ана. Тапсырманы сапалы орындауларыңызды сұраймын. Тапсырманың бағалау критерийлері мынадай. Стильдік ерекшелерді сақтап, мінездеме жазады. Дескрипторлары. Бірінші, мәтін құрайды. Екінші, мінездеме береді. Үшінші, мәтіннің құрылымын сақтайды. Қосымша білім алу көзін мына сілтеме бойынша өтіп алуларыңызға болады. Сабағымызды таңдау әдісімен аяқтауды ұсынамын. Сіздерге ұсынылған сөйлемдерді ішінде екі сөздің асты сызылған. Жауап бергенде сол екі сөздің біреуін таңдап жауап беру керек сіздерге. Мысалға, мен сабақты қызықты болды деп ойлаймын. Екінші, сабақта көп нәрсе үйрендім. Үшінші, сабақтың барлық тапсырмаларын орындай алдым. Төртінші, мен сабақтағы өз жетістіктеріме ризамын. Жарайсыңдар оқушылар.